Құрметті семинарға келген әріптестер, қош келдіңіздер дейміз. Суреттегі пирамида Вильямс Шелленберг пирамидасы деп аталады. Оны жаңа сіздерге мамандар үйретіп көрсетіп кетті. Ол баланың білім алуы, интеллекті, мінез құлқы, сөйлеуі пирамиданың төменгі жағынан бастап құрылатынын оны жаңа мамандар көрсетіп сіздерге құрып берді. Көрдіңіздер, әсіресе нерв жүйесінің фундаментіне байланысты пирамиданың төменгі қабілеттерін дамытпай, жоғарғы қабаттағы қабілеттерді құрып беру мүмкін емес. Көп аналар сөйлеуді жеке қабілет деп ойлайды. Және олар ойлайды, мен логопедке бердім, яғни ол сөйлеп шығу керек дейді. Рас па? Рас. Алайда сөйлеу жоғары психикалық функция, ол пирамиданың бөлек және төменгі қабатында тұрған жоқ. Ол ең жоғарғы бөлігінде тұр, сөйлеу. Бұған жету үшін астыңғы қабаттарды қалыптастыруымыз қажет. Төменгі қабатты мамандар сіздерге көрсетті. Ендігі кезекте жалпы сөйлеу тілі дамымаған балаларға білім беруде танымдық қабілеттерді дамыту жолдарын біздер тәрбиеші Лаубай болғана екеуміз және мен сіздерге өзіміздің ары қарай тәрбиешілер, логопедтер, мамандар бізге қандай тапсырма береді, біздер соны қайталата отырып, ары қарай қандай балалармен жұмыс жасаймыз, соны сіздерге көрсеткіміз келіп тұр. Қабыл алыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгінгі семинарымызға қош келдіңіздер. Бала қабілетінің қайнар көзі оның саусақтарының ұшында демекші. Осы екі алақар мен саусақтардың ұсақ моторикасын дамыту арқылы біз балалардың ойлау, есте сақтау, зейін салу, сөйлеу сияқты қабілеттерін жақсарта аламыз. Мидың қыртысы қаншалықты дамыса, соншалықты баланың ақыл ойы да дамиды екен. Адам миында осы тіл мен адам миының қыртысында